Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін етті бәліштің, яғни мясной пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су және де құрғақ дрожжды қосып араластырамыз. Осы кезде ескертетін жағдай, сіздің сүтіңіз бен суыңыз ыстық болмауы қажет. Егер ыстық болса, қамырыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Қант қосамыз, тұз және де сұйық май қосамыз. Май қосқан кезде қамырым майлы болып кетеді деп уайымдамаңыздар. Олай болмайды, керісінше жұмсақ, дәмді болады. Енді осы қоспамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды біртіндеп салу арқылы қамыр илейміз. Ұнды көп қоспаймыз, қамырдың жұмсақ болғаны жақсы. Зәйтүн май немесе сұйық майды құйып, соңында араластырып жібереміз. Осымен біздің қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Осы аралықта начинкасын дайындаймын. Етімді ұсақтап турап алдым. Үстіне ұсақтап туралған пиязды саламын. Мен сиыр етін қолдандым. Сіздер қойдың етін немесе орам жапырақ, картоп салсаңыздар да болады. Тұз бұрышын қосып араластырып дайындап қоямын. 1 сағат өтті. Менің қамырым көтерілді. Тағы да жақсылап басып, жарты сағатқа жылы жерге қоямын. Жарты сағаттан кейін менің қамырым әдемі болып көтеріліп шықты. Осы қамырды 2 бөлікке бөлемін. Бір үлкен және де кішкентай бөлікке. Кішкентай бөлігін біздің пирогымыздың бетін жабуға қажет. Противеньге пергамент қағазын төсеп, қамырымды орналастырамын. Сіздер үлкен таба болса, табаға пісірулеріңізге де болады. Үстіне начинкасын салып, бетін жабамыз. Жан жағын мұқият жабыстырып, ашылып кетпейтіндей етіп, жауып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне қалауыңызша кунжут себуіңізге болады. Осы пирогымызды қызып тұрған пешке 170 градусқа 40-45 минутқа пісіреміз. Менің пирогым қызарып, иісі бұрқырап, әдемі болып пісіп шықты. Ішіндегі еті піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Бастысы етіңізді ұсақтап турап, мен айтқан уақытқа қойып, бабында пісіріп алсаңыздар болғаны. Ас болсын.